Сәлемдер. Көбісі Бегмай таныватқан шығар. Ол менің сіңілім, короче. Менің сіңілім негізінде кейбіреулер біледі, білмейді. Ожан қызы Бегмай. Негізінде Бегмай сіңілім, ол қазір 1 жаста. Енді Бегмай қызымыз, Бегмай сіңілімнің папасы болған, әкесі болған, бірақ атын айта кетейін, Еркебұлан Қарқынов. Бегмайдың фамилиясы негізінде былай болған. Қарқынов Бегмай Еркебұлан қызы болған. Бірақ қазір нәнемен дедім, жалғыз бөлініп кетті. Жасты. Сосын дәді неке бір қызбен жүріп өтті. Неке құйып жатыр, ой, неке құйып отырсын көйген. Сосын қыздар, ой, подписчиктер, достар. Ана үйленіп жатқан әйелінде 3 бала бар, ал жалғыз бір қызым Бегмайды тастап кеткен ғой. Бегмайды көрсе, жаным-ау деп отыр. 6 ай болды уже ажырасқандарына. Менің нәнәм күнде туайды. Ожан апай, ол менің нәнәм. Менің туған мамамның сіңлісі. Сосын ажырасып, нәнәм туайды күнде. Сағын ішімді күйдірді деп. Бегмайды алтын күні біз жақта болғанда орқа семейге тұрады ғой. Қазір біз жақта кейінде тауып маған сандауа көрген кезде қосылмай, көрген кезде көрмейді, көрген кезде де 3 бала шағам бар деп жүрді. Нәнәм бірақ дұрыс айтты. Дұрыс айтты, иә? Ана дәдем андай оқыған. Зачем это, не знаю. Білмеймін дәдем не оқы еткен. Енді мен дәдем жоқ. Бегмай да жуайды дәді. Папасын сағынап. Бегмай. Енді Бегмайдың фамилиясын андай болған. Ожан қызы Бегмай емес. Негізінде Бегмайдың фамилиясы Қарқынов Бегмай Еркебұлан қызы болған. Бірақ қазір фамилиясы жоқ Бегмайдың. Әкесі де жоқ, тек бірақ анасы. Олардың апалары бар. Мамасы дегенде. Ол мен нағаш апам жаңыл аты. Нәнәм мен мамамның тағы бір көкем бар. Сол үшеуі бір үйдің қызы. Соның мамалар сол жаңыл деген сол. Жаңыл сол үшеуінің мамасы. Туған мамасы. Гүлмира, потом Ожан, потом Индира деген ол бір үйдің қызы.